тағы сіздермен талқылайтын келесі нұсқам былай дейді. Саналы адамның шығу уақытына сәйкес келетін. Бізде ру саналы адамның кезінде. Саналы адам ол Кроманьон, Франциядан табылған. Шілікті ескерткішін алғаш зерттеген Черников. Қыпшақтар, орыстар, половшылар деді. Лира эпостық жыр, Қозы көрпеш, Баян сұлу. Алтын Орда ыдырағаннан кейін Еділ мен Жайықта, яғни Батыс Қазақстанда құрылған мемлекет Ноғай ордасы. Бірнеше ұлыс бізде 100. Қыпшақтардың Колпаковскийдің ұсынысымен Жетісуға шаруалар қоныстандырылды 1868 жылы. 1710 жылы қазақ жерін Қарақұм маңында бас қосу себебі жоңғарларға тойтарыс беру. 1916 жылғы торғайдағы көтерілістің сардарбегі Амангелді Иманов. Қан мен тер трилогиясының авторы Әбдіжамал Нұрпейісов. Невада Семей антиядролық экологиялық қозғалысы құрылды 89-да. 1991 жылы 23 тамызда Нұрсұлтан Назарбаевтың мәлімдемесі ол Коммунистік партияның орталық комитетінің саяси бюросына шығатын мәлімдеді. Қаңлардың астанасы Битянь оңтүстік Қазақстанда. Түргештердің орнына келді қарлұқтар. 13 ғасырдың басында орталық Азияда құрылған мемлекет Моңғолия, Шыңғысхан құрды. Жетісуда қала Талғар, су жолы Іле, Тоқыма, Жезқазған, Семей, Ақтөбе. Назарбаевтың Қазақстан 2030 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. Және мәтін оғыздардың алға қойған мақсаттарына дейді бөгет болған мемлекет ол хазарлар. Қайталап жібереміз басынан. Сонымен саналы адамның кезіне шығуына сәйкес келді ру. Шілікті ескерткішін алғаш зерттеген Черников. Қыпшақтарды орыстар половшылар деді. Лира эпос, Қозы көрпеш, Баян сұлу. Еділ мен Жайықта құрылған мемлекет Ноғай ордасы. Бірнеше ұлыс 100. Колпаковскийдің ұсынысымен Жетісуға шаруалар қоныстандырылды 68-де. 1710 жылы қазақ жүздерінің Қарақұмда бас қосу себебі жоңғарларға тойтарыс беру. Торғайдағы көтерілісті ұйымдастырған Амангелді Иманов. Қан мен тер Әбдіжамал Нұрпейісов. Невада Семей антиядролық экологиялық қозғалысы құрылды 89-да. 91 жылы Назарбаевтың мәлімдемесі Компартияның құрамынан шығатын мәлімдеді. Қаңлардың астанасы Битянь ол оңтүстік Қазақстанда. Және түргештердің орнына келді қарлұқтар. 13 ғасырдың басында орталық Азияда құрылған мемлекет Моңғол империясы. Жетісуда қала Талғар, су жолы Іле, Тоқыма, Жезқазған, Семей, Ақтөбе. Назарбаевтың Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. Және мына оғыздардың алға қойған мақсаттарына жетуіне бөгет болған ол хазарлар. Жақсы тыңдағандарыңыз